Бұл Аян, ұялы телефонға құмар бала. Телефонды көп қолданатыны соншалық көз жанарындағы өмірге деген құштарлық от өшкен. Қоғамнан, достарынан, тіпті отбасынан байланысты баяғыда үзген. Аян, балам, кешкі табағыңды іше ғой, сенің сүйікті асыңды әзірлеп қойдым. Аян, балам, ең болмаса тұрып тамағыңды іше қойшы, мен сенен басқасын сұрамаймын да. Баламды бұдан қалай құтқарсам екен? Мен енді не істеймін? Аян үйтігілі көшеде жүрсе де ұялы телефонын қолынан тастаған емес. Оны тастайтын да ойы жоқ секілді. Оған оның айналасында болып жатырған дүниенің ешқайсысы қызық емес. Басқа балалар футбол ойнап, уақытты қызықты өткізіп жатса да, оған қолындағы телефонның қуаты өшпесе болды. О, жоқ, телефонның қуаты өшті. Не істеймін? Енді не істеймін? Сол сәтте оның көзіне күннің жылы сәулесі түсті. Бұл сәт оның өмірін өзгертетін сәт екенін ол өзі де білмеді. Бұл өмір не деген ғажап, әдемі, түрлі түсті. Аян ұялы телефонын қалтасына салған сәті оның осы бір телефон тұзағынан шығуға жасаған ең қарапайым, бірақ ең маңызды қадамы болды. Өмір мен ойлағаннан да тамаша. Телефонның тұзағынан өзіңді босат. Өмірді жақсы етіп сүру өз қолыңда. Келемін мен көшем